Қайырлы күн достар, 3 сынып математика пәні 32 сабақ формулалар тақырыбын өтетін боламыз. Бірінші тапсырмаға қараймыз. Достарыңмен ойна, 6-ның кестелік жағдайы мен оның жауаптары жазылған қиық қағаз ал. Кім кестені жақсы біледі? Бірге тез шығара алдыңдар ма? Себебін түсіндір. Ал енді берілген есептерді шығарып көрейік. 6-ға 6-ны көбейтсек 36, 6-ға 7-ні көбейтсек 42, 6-ға 8-ді көбейтсек 48, 6-ға 9-ды көбейтсек 54. 36-ны 6-ға бөлсек 6, 42-ні 6-ға бөлсек 7, 48-ді 6-ға бөлсек 8, 54-ті 6-ға бөлсек 9 шығады. Екінші тапсырма. Әр есеп үшін қай формуланы пайдаландың, түсіндір. Балар, мына берілгендер бізде формулалар. Ал енді әр есепке қай формуланы пайдаланғанымызды айтайық. Бірінші зат бізде қыстырғыш, оның бағасы, саны берілген, құны белгісіз. Яғни құнын анықтау үшін бағасын санына көбейту қажет. Қысқаша жазбасы бағасы 5 теңге, саны 7 дана. Құнын анықтауымыз керек. Шешуі құнын анықтау үшін бағасын санына көбейтеміз. 5 көбейту 7 тең 35 теңге. Жауабы құны 35 теңге. Екіншісінде өшіргіш, бағасы 7 теңге, құны 42 теңге, санын анықтауымыз қажет. Яғни санын анықтау үшін балалар құнын бағасына бөлу керек. Қысқаша жазбасы бағасы 7 теңге, құны 42 теңге, санын анықтауымыз қажет. Шешуі құнын бағасына бөлеміз, яғни 42 бөлінген 7 тең 6-ға. Жауабы 6 дана өшіргіш. Үшіншісі бізде дәптер, саны 6 дана, құны 48 теңге, бағасын анықтауымыз қажет. Яғни бағасын анықтау үшін құнын санына бөлеміз. Қысқаша жазбасы саны 6 дана, құны 48 теңге, бағасы анықтауымыз қажет. Шешуі бағасын анықтау үшін құнын санына бөлеміз, яғни 48 бөлінген 6 тең 8 теңге. Жауабы бағасы 8 теңге. Үшінші тапсырма. Біздің сыныптың оқушылары жинап алған өнімді есептеуге көмектесті. Яғни ЖМ бұл себеттің жалпы массасы, М дегеніміз бір себеттің массасы, С дегеніміз себеттің саны. Ал енді жалпы массаны анықтау үшін себеттің массасы мен себеттің санын бір-біріне көбейтуіміз керек. Ал енді массаны анықтау үшін жалпы массаны себет санына бөлу керек. Ал себеттің санын анықтау үшін жалпы массаны бір себеттің массасына бөлу керек екен. Бұл формулаларды жаттап аламыз. Ал енді сурет пен кесте бойынша есеп құрастыр, оларды шығар дейді. Балалар, суретте бізде 1, 2, 3, 4, 5 себет берілген және бір себеттің массасы 6 килограммға тең екен. Барлық массасын, яғни жалпы массасын анықтауымыз қажет. Яғни бір себеттің массасы 6 килограмм, себеттің саны 5, жалпы массаны анықтауымыз қажет. Қысқаша жазбасы массасы 6 килограмм, саны 5, жалпы массасын анықтауымыз керек. Балалар, жалпы массаны анықтау үшін бізде формула бойынша массасы мен себет санын бір-біріне көбейтеміз. Яғни шешуі 6 көбейту 5 тең 30 килограмм. Жауабы жалпы массасы 30 килограмм. Екінші және үшінші есепті өзіміз құрастыруымыз керек. Екінші есепте себет санын анықтауымыз керек, ал үшінші есепте бір себеттің массасын анықтауымыз қажет екен. Қысқаша жазбасы массасы 6 килограмм, жалпы массасы 30 килограмм, санын, яғни себеттің санын анықтауымыз қажет. Шешуі себеттің санын анықтау үшін жалпы массаны массасына бөлеміз, яғни 30 бөлінген 6 тең 5. Жауабы барлығы 5 себет. Ал үшіншісінде бір себеттің массасын анықтайтын есеп құрастыруымыз қажет. Қысқаша жазбасы саны 5, жалпы массасы 30 килограмм. Массасын, яғни бір себеттің массасын анықтауымыз керек. Шешуі бір себеттің массасын анықтау үшін жалпы массаны себет санына бөлеміз. 30 бөлінген 5 тең 6 килограмм. Жауабы бір себеттің массасы 6 килограмм. Төртінші тапсырма. Есепті шығар. Формулаларды қолданып берілген есепке кері есептер құрастыр. Балалар өнімді бірдей жәшіктерге жинады. Бір жәшікке 9 килограмм өнім сыяды. Егер жиналған өнімнің массасы 54 килограммға тең болса, онда олар неше жәшік өнім жинаған дейді. Қысқаша жазбасы массасы, яғни бір жәшіктің массасы 9 килограмм, жалпы массасы 54 килограмм. Яғни жәшіктің санын анықтауымыз керек. Шешуі санын анықтау үшін жалпы массаны массасына бөлеміз, яғни 54 бөлінген 9 тең 6. Жауабы 6 жәшік өнім жинаған. Ал енді осы есепке кері есеп құрастыратын боламыз. Массасы 9 килограмм, ал жәшіктің саны 6. Жалпы массаны анықтауымыз керек. Шешуі жалпы массаны анықтау үшін бір жәшіктің массасын жәшіктің санына көбейтуіміз қажет. Яғни 9 көбейту 6 тең 54 килограмм. Жауабы жалпы массасы 54 килограмм.
Бесінші тапсырма амалдардың орындалу ретін анықтап, оларды есепте. 54 бөлінген 6 қосу 5 көбейту 7. Балалар, мұнда бірінші бөлу амалы, содан соң көбейту амалы, соңында үшінші қосу амалы орындалады. 54-ті 6-ға бөлсек 9, 5-ті 7-ге көбейтсек 35, 9-ға 35-ті қоссақ 44. Келесі 24 пен 6-ның қосындысын 5-ке бөліп, оған 2-ні қосамыз. Бірінші жақшаның іші орындалады, қосу амалы, одан соң бөлу амалы, соңында қосу амалы орындалады. 24-ке 6-ны қоссақ 30 болады, 30-ды 5-ке бөлсек 6 болады, 6-ға 2-ні қоссақ 8. Келесі 45 бөлінген жақша ішінде 18 бөлінген 2 қосылған 37. Балалар, бірінші жақшаның ішін орындаймыз. 18-ден 18-ді 2-ге бөлсек 9 болады, 45-ті 9-ға бөлсек 5 болады, 5-ке 27-ні қоссақ 32 болады. Келесі бірінші жақша ішіндегі азайту амалы, сонан екінші жақша орындалады, содан кейін барып бөлу амалы орындалады. 37-ден 17-ні алсақ 20, 12-ден 8 азайтсақ 4, 20-ны 4-ке бөлсек 5 болады. Келесі 6 көбейту 5 қосылған 32 бөлінген 8. 6-ны бірінші көбейту амалы, сонан соң бөлу, соңында қосу амалы орындалады. 6-ны 5-ке көбейтсек 30, 32-ні 8-ге бөлсек 4, 30-ға 4-ті қоссақ 34. 67 қосу 29, азайту 5 көбейту 7. Бірінші көбейту амалы, сонан соң қосу, соңында азайту амалы орындалады. 5-ке 7-ні көбейтсек 35 болады. 67-ге 29-ді қоссақ 96 болады, 96-дан 35-ті азайтсақ 61 шығады. Келесі жақша ішінде 60, азайту 3 көбейту 4, жақша жабылған, азайту 39. Бірінші көбейту, сонан соң азайту, соңында азайту амалы орындалады. Бірінші жақша ішінде көбейтуді орындаймыз. 3-ке 4-ті көбейтсек 12, 60-тан 12-ні азайтсақ 48, одан 39-ды азайтсақ 9 қалады. 300-ден азайтамыз. 36 бөлінген 4 қосылған 38-ді. Бірінші бөлу, қосу және азайту амалы орындалады. 36-ны 4-ке бөлсек 9, 9-ға 38-ді қоссақ 47, 300-ден 47-ні азайтсақ 253 қалады. 8 қосылған 45 бөлінген 9, қосу 7 көбейту 3. Бірінші бөлу, сонан соң көбейту, қосу амалдары орындалады. 45-ті 9-ға бөлсек 5, 7-ні 3-ке көбейтсек 21. 8-ге 5-ті қоссақ 13, 13-ке 21-ті қоссақ 34 шығады. 7 көбейту жақша ішінде 38, азайту 34, жақша жабылған, қосу 29. Бірінші жақша ішіндегі азайту орындалады, сонан соң көбейту, соңында қосу амалын орындаймыз. 38-ден 34-ті азайтсақ 4 қалады, 7-ге 4-ті көбейтсек 28, оған 29 қоссақ 57 болады. 90 азайту, жақша ішінде 25 қосылған 15, жақша жабылған, бөлу 8. Бірінші жақшаның іші орындалады, сонан соң сыртындағы бөлу, соңында азайту амалы орындалады. 25-ге 15-ті қоссақ 40, 40-ты 8-ге бөлсек 5, 90-нан 5-ті азайтсақ 85. 22 қосу 5 көбейту 8 қосылған 27 бөлінген 3. Бірінші көбейту, сонан соң бөлу, қосу амалдары орындалады. 5-ке 8-ді көбейтсек 40, 27-ні 3-ке бөлсек 9, 22-ге 40-ты қоссақ 62, оған 9-ды қоссақ 71 шығады. Осылай амалдарды орындасақ болады. 6-шы тапсырмаға қараймыз. Суретке және формулаларға қара, суреттің мағынасы және формулалардағы әріптер нені білдіретінін түсіндір. Біздің сынып ұйымшыл, біз жақсы, біз жарысқа қатысамыз, жарысқа арнап киім тіккіздік дейді. Яғни суретке қарайтын болсақ, киімдер тұр, және мата. Жалпы шығын бұл жалпы бұйымға кеткен материал шығыны. Яғни жалпы бұйымды тігуге кеткен материалдың шығыны Ш деп белгіленеді екен. Ал Ш дегеніміз бір бұйымға кеткен материал шығыны. Яғни бір киімге кеткен материал. С дегеніміз бұл бұйымның саны екен. Яғни қанша бұйым тігілгенін С әрпімен белгіленеді. Келесі формулаға мән береміз. ЖШ бұл жалпы бұйымға кеткен материал шығынын анықтау үшін бір бұйымға кеткен материал шығыны мен бұйымның санын көбейтеміз. Ал енді бір бұйымның шығынын анықтау үшін жалпы шығынды санына бөлеміз. Ал санын анықтау үшін жалпы шығынды бір бұйымға кеткен шығынға бөледі екенбіз. Ал енді мына мата бөлініп тұр. Демек, бір бөлігі бұл бір киімге кеткен шығын. Ал мына барлығы жалпы шығын. 7-ші есепке қараймыз. Есептің берілуін кестеге жаз, формуланы пайдаланып есепті шығар. Асы 6 метр матадан 3 бірдей балалар костюмы шығады. Бір костюмге қанша метр мата қажет дейді. Яғни бізде жалпы шығын көрсетілген және саны көрсетілген. Біз бір балаға бір костюм тігуге қанша шығын мата қажет екен анықтауымыз қажет екен. Және оны кестеге түсіруіміз қажет. Бірінші қысқаша жазбасы жалпы шығын 6 метр, саны үшеу
бір костюмге кеткен шығынды анықтауымыз керек. Шешуі ол үшін жалпы шығынды санына бөлеміз. Яғни 6 бөлінген 3 тең 2 метр. Жауабы 2 метр мата қажет. Демек, мұнда 2 метр. Келесі тапсырмасы. 6 метр матадан бірдей балалар костюмі тігілді. Егер бір костюмге 2 метр мата жұмсалса, онда неше костюм тігілді дейді. Балалар, қысқаша жазбасы, жалпы шығын 6 метр. Шығын, яғни бір костюмге кететін шығын 2 метр. Қанша костюм тігілгенін анықтауымыз қажет. Ол үшін, яғни санын анықтауымыз керек. Жалпы шығынды шығынға, бір костюмге кеткен шығынға бөлеміз. 6 бөлінген 2 тең 3. Жауабы 3 костюм тігілді. Яғни мұнда 3 деп жазамыз. Б-сы. 3 бірдей балалар костюмі тігілді. Егер бір костюмге 2 метр мата жұмсалса, онда барлығы неше метр мата жұмсалды дейді. Қысқаша жазбасы, саны 3, шығыны 2 метр. Яғни бір костюмге 2 метр жұмсаймыз. Жалпы шығынын анықтауымыз қажет. Шешуі, жалпы шығынды анықтау үшін бір костюмге кеткен шығынмен костюм санын көбейтеміз. Яғни 2 көбейту 3 тең 6. Жауабы барлығы 6 метр мата жұмсалды. Демек, кестеге мұнда 6 метр деп қойсақ болады. 8-ші тапсырма. Есепті шығар. Қандай формулаларды қолданар едің? Егер 6 метр матадан 3 бірдей балалар костюмі тігілсе, 12 метр матадан осындай қанша костюм тігуге болар еді дейді. Балалар, бірінші қысқаша жазбасын жазып алатын боламыз. Яғни, мұнда бір бұйымға жұмсалған шығын бірдей болып табылады. Ал енді 6 метрден 3 дана тігілген, демек бір данасына қанша шығын кеткенін анықтап аламыз. 6 метрден 3 дана, 12 метрден қанша дана тігуге болатынын анықтауымыз керек. Ол үшін бір данасына қанша метр жұмсалатын анықтап алуымыз керек. Яғни, бір костюмге кететін шығынды анықтайық. Ол үшін жалпы шығынды санына бөлеміз. 6 бөлінген 3 тең 2 метр. Демек, бір костюмге 2 метр мата жұмсалады. Ал енді біз санын анықтауымыз керек. Яғни, 12 метрден қанша костюм тігуге болатынын анықтауымыз керек. Демек, жалпы шығынды бір костюмге кеткен шығынға бөлеміз. С тең 12 бөлінген 2 тең 6. Демек, 12 метрден 6 дана костюм тігуге болады екен. Балалар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Барлық тапсырмалар сендерге түсінікті болды деген ойдамын. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.